Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым және арнамның қонақтары. Арнаға қош келдіңіздер. Мен әдеттегідей өзімнің күнделікті түсіретін бейнеме дайындалып жатырмын. Мен бүгін ағзаға өте пайдалы, қан сұйылтатын, ағзамызды тазалайтын бір керемет смузимен бөлісейін деп жатырмын. Ол үшін мен бір үлкен алма, бір апельсин, бір қызылша, бір сәбіз, бір лимон және петрушка менен укроп және асқабақ алдым. Қазір осылармен көп қылып смузи жасап аламыз. Қай уақытта ішем десеңіз де, тоңазытқышыңызда керемет әзір болып тұрады. 2 мезгіл ішем дейсіз бе, 3 мезгіл ішем дейсіз бе, өзіңіз білесіз. Смузидің өте көп түрлері бар. Бұл жаңағы комплексті смузи деп айтуға да болады. Бұны маған бір дәрігердің берген нұсқауы бойынша жасаймын. Өте пайдалы деп айта аламын. Мен алманы өздеріңіз көріп тұрсыздар, қабығымен ашып жатырмын. Барлығын ағынды сумен жақсылап тұрып жуып алдым. Және бірнеше бөліктерге бөліп, өте үлкен емес, орташа бөліктерге бөліп турап жатырмын. Лимонды да қабығымен, апельсинді де қабығымен, бәрінде осылай қабығымен бөліп алатын боламыз. Біздің ағзамыз енді қазір ауа ластанған, ішіп жатқан тамақтарымыздың да қайсының дұрыс, қайсының бұрыс екен білмейміз. Не ішіп, не қойып жатқанымызды кей уақытта білмей қалатын кездеріміз болады. Көптеген тағамдарымыз химиялық заттармен өңделеді, сондықтан да ағза ластанбай тұрмайды. Шлактар, түрлі улы заттар, осылардың бәрінен арылу үшін осындай табиғи тағамдардың көмегіменен ағзаны тазалауға болады. Содан кейін қазір көптеген адамдардың қандары да өте қою. Сол қанды сұйылту үшін да осы смузидің өте көп пайдасы бар. Міне осындай көп қылып жасап алсаңыздар, өте керемет болады. Қай уақытта ішем десеңіз де, тамақпен 2 тамақтың ортасында ішіп алсаңыз да болады. Менің осы алған көкөністерімнен 3,5 литр смузи шығады. Ол дегеніңіз ойдай уақытқа жетеді. Бір ішіп бітіп қалатын дүние емес, яғни 2-3 күнге дейін алаңсыз іше бересіз. Қызылшаны мен шикілей алдым, қабығынан аршып алып, тазалап, онда осылай турап жатырмын. 2 литрдай су құямыз. Құрметті менің сүйікті оқырмандарым, егер сіз менің арнама тіркелмесеңіз, арнаға тіркеліп алсаңыз деген үлкен өтінішім бар. Қазақ тілді арналардың дамуына сіз үлкен көмек берер едіңіз дегім келеді. Егер арнаға тіркелсеңіз, лайк бассаңыз, пікір қалдырып кетсеңіз, осындай пайдалы, өзіңізге қажетті бейнелермен таныса аласыз, бөлісе аласыз. Енді ең соңғы менде асқабақ еді, сол асқабақты да турап тастап жатырмын. Бәрін бірдей көлемде, бірдей салмағы, бірдей үйлестіріп алдым. Мен тек сәбізім ғана үлкендеу болып кетті, қалғандары салмақтары бірдей. Міне ең соңғы біз асқабағымызды турап алдық. Енді блендер керек болады бізге. Мен осыны 3 бөліп жасап алам. Өйткені бәрін бір істеуге ауырлау болады. Әр түрінен араластырып, 3 рет бөліп салып алам. Өйткені жаңағы қуаты жетпей қалама деп ойлаймын. Сондықтан мен 3-ке бөліп жасайым. Азғантайдан көп салмақ салмай. Міне барлығын мен осындай қылып салып алдым. Енді мен 2 литрдай су алдым, соны 3 рет бөліп құятын болам.
және ішіне салатын тағы қоспаларын қосам. Мен 1 шай қасықпенен бал қостым. Және 2 қасық куркума қостым. Екі қасық имбир қостым. Бәрі де базарда сатылады. Және 2 қасық корица қостым. Міне осыны мен қосып алдым, енді қалғандарына мен қоспайтын болам. Осы менің барлық смузиімна қосатыным. Енді тағы да біразғантай су құйып жіберіп жатырым. Содан кейін блендерда оны уақтап алатын боламыз. Әбден уақтап аламыз. Оның бәрін мен бір ыдысқа құя берем. Енді екінші партиясын салып аламыз. Осылай бір күн дайындап аламыз, бірнеше күн ішетін боламыз. Мен екіншісінде жасап алдым, енді қалған тағы да айналдырып алып құятын боламыз. Міне осындай смузи шықты менде. Міне құрметті менің оқырмандарым, мен бүгін сіздерге өте пайдалы, әрі қол жетімді, денсаулыққа пайдалы өзімнің күнде ішетін смузиіммен бөлісіп отырым. Сіздерге де пайдасын тигізеді деп есептеймін. Бірінші байлық денсаулық, сондықтан да денсаулығымызды әрқашан сақтап жүрейік. Мен осымен өзім бейнемді аяқтаймын. Хош, сау болыңыздар. Келесі кездескенше, қымбатты менің оқырмандарым.